Қазіргі таңда уже 12 аптаға созылып бара жатыр. И түсінбей жатырмын, баласы ханым, неге келмей жатыр деген сияқты бір сұрақ пайда болып жатыр да. Бәлкім, білмеймін, ата-анасы жағынан қарсылық болып жатыр ма, расымен де сол кісілер бәлкім жібермей жатыр ма деген сияқты сондай бір ой келіп жатыр қазір. Әрине, арақашықтық ол да бір сынақ. Сіздер қарым-қатынастарыңызды бастадыңыздар, бірақ арақашықтықта болып көрген жоқсыздар. Ал бірақ нақты не себеппен ол жақта деген секілді дүниелерді білесіз бе? Бұл туралы ашық сөйлестіңіз бе негізі Перизатпен? Я, кететін кезде негізі үйлерінде үлкен той беріп жатқан баласы. Енді үлкен той беріп жатты, тойлары өтті, болды деген сияқты. Енді кететін кезде негізі бұншалықты көп уақытқа кетем деп айтпаған едім. Негізі бір аптадан кейін Құдай қаласа келем деген сияқты сондай бір дүниелер болған. Енді жаңа айтып жатырмын ғой, енді ара қашықтықта сәл сөзге келіп қалатын моменттеріміз бар. Енді сол тарапта енді шеше алмай қаламыз. Қазір Алматыда болса, енді барып есік алдына гүлмен барып болсын, немесе өзі звондап болсын, кездесіп, жолығып бір чай үстінде әңгімелесіп шешіп алатын дүниелер бар да. И қазіргі таңда сол кішкентай ғана бір дүниелер біздің арамызды суытып жатқан сияқты да. Расымен де негізі білмеймін, ара қашықтық. Енді мен айтқым келетіні, өзімен де сөйлескен моментте нақты айтпайды. Қашан келеді, не болып жатыр, қандай жағдай болып жатыр деген сияқты нақты айтпайды. Бүгін ертең болмаса міне осы күні деген сияқты. Енді осы күнге дейін расымен де қатты бауыр басып қалыппын, баласы ханым. 4 ай ма, 4 ай бірге жүрдік қой. Енді қасында бірге жүріп, бірге қайтамыз, бірге чай ішеміз деген сияқты. Расымен де бауыр басып қалдым. Қазірде күліп ойнап жүргенмен енді көбісі байқайды, ағама да кеше жол үстінде Шымкенттен келе жатып, әйтеуір сырласып мұндасқанымыз бар. Расымен де негізі ағам болса да, досым болса да, енді қасындағы бәрібір тең жартын болмағаны енді сәл іштей жалғызсырайсың болса, күліп жүргенмен енді деген сияқты. Қатты үйренісіп қалғансыз ғой. Иә, шынымен де қатты бауыр басып қалғанмын. Енді Перизат, жаным, қазір көріп отырсан, нақты бір жауабын айтып, бір шешімге келіп, қандай жағдай болып жатыр, маған барлығын түсіндірсен деген, мейлі бір ата-ана жағынан қарсылық болып жатса да, сол нәрсені ашып маған, мен еркекпін, мен ол нәрсені түсінем, қандай жағдай болса да мен сенің қасындам, тек менімен ашып сөйлескенді қалаймын, и және де тезірек келсен деген сондай бір ниет бар, баласы ханым.